Саламатсыздар ма оқушылар? Математикалық сауаттылықта кездесіп жүрген үшбұрыштың ауданы мен периметріне байланысты есептердің шығарылуын көрсетейін. Бірінші мысал, қабырғасы 12 сантиметрге тең дұрыс үшбұрыштың ауданы тап дейді. Қабырғасы 12 сантиметр, дұрыс үшбұрыш дегеніміз барлық қабырғалар тең болады үшбұрыш. Дұрыс үшбұрыштың ауданы табу формуласы тең қарғалы үшбұрыштың. Мына формула бойынша есептеледі. Олайса бірден осы формулаға салсам, 4-тен түбір астында 3, а-ның орнында бізде 12, 12-нің квадраты тең болады 4-тен түбір астында 3, 12-нің квадраты ол 144, 144-ті 4-ке бөлсем 36 түбір астында 3-ке тең болады екен. Жауап Б жауабы. Келесі ары қарай. Екінші есеп. Суреттегі әрбір кіші үшбұрыштар өзара тең және дұрыс дейді. Мына әрбір кішкентай үшбұрыштар өзара тең және дұрыс үшбұрыш, яғни барлық қабырғалары бірдей. Және кіші үшбұрыштың периметрі 12 дейді. Мынаның периметрі 12 болса, 12-ні 3-ке бөлсем, әрқайсысы 4-тен келеді. Қабырғасы 4-ке тең. Енді онда ортада тұрған 6 бұрыштың ауданы тап дейді. Мынаның ауданы табу керек. Тағы да бана тең қабырғалы үшбұрыштың ауданы табу формуласы бойынша мына бір үшбұрыштың ауданы табу болсам, қабырғасы 4-ке тең. Онда S тең болады 4-тен түбір астында 3, 4-тің квадраты а-ның мәні 4-ке тең. Сонда қысқарған кезде 4 түбір астында 3, бір үшбұрыштың ауданы. Осындай үшбұрыштың бізде алтауы бар. Бұлай болса 6-ны 4-ке өтсем 4 6 24 түбір астында 3, мына бізде А жауабы. Мына 6 бұрыштың ауданы. Келесі ары қарай. Суретте берілген үшбұрыштың барлығы тең қабырғалы үшбұрыш дейді. Үшбұрыштардың барлығы тең қабырғалы. Егер АБС үшбұрыштың периметрі 192-ге тең болса, онда боялған үшбұрыштың периметрін табу керек. Енді 192-ні 3-ке бөлсем 64 болады. Яғни мынаның қабырғасы 64, 64 теңге тең сөз. Енді мына ортасына бөлініп тұрса, мына енді тең қабырғалы үшбұрыш болса, 64 2-ке бөлсем, 32-ден келеді. Ішіндегі үшбұрыштың қабырғасы. Ол тағы да 2-ке бөлінсе, әрбір қабырғасы 16-дан болса, мына 16, мына 16 және мына 16. Енді бізде ішіндегі боялған үшбұрыштың периметрін табу үшін 3 көбейтілген 16 бізде 48-ге тең болады екен. Жауап та жауабы. Келесі ары қарай. Бұл жерде енді үшбұрыштың ауданы емес, қабырғаларына байланысты есеп. Үшбұрыштың қабырғалары А 4-тің 5-ке, оның 6-ға қатынасында дейді. Периметрі 30 дейді. Яғни қабырғалары, мысалы А, В, С болса, қабырғаларының қатынасы 4-тің 5-ке және оның 6-ға қатынасында және периметрі 30 болса дейді. Үшбұрыштың кіші қабырғасын тап. Бұндай есептерді былай шығарамыз. 4х қосылған 5х қосылған 6х тең 30 деп шығарамыз. Сонда мына бізде 15х тең 30. Х табу үшін 30-ды 15-ке бөлем 2. Сонда А қабырғасын табу үшін 4-те 2 өтем 8. Б қабырғасын табу үшін 5-те 2 өтем 10. С қабырғасын табу үшін 2-ні 6-ға өтем 12. Бізге енді ең кіші қабырғасы міне 8 жауап, В жауабы болады екен. Келесі ары қарай. Келесі, енді мына тікбұрышты үшбұрыш берілген. Үшбұрыштың катеттері берілген дейді. А тең 7, мына А болса, және мына В болса, үшбұрыштың ауданы тап дейді. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданы табу формуласы мынау АБ деген катеттері. Бұлай болса, S тең болады 2-ден 1, А-ның мәні 7-ге тең, В-ның мәні 4-ге тең. Қысқарады, мына жерде 2 7 14 сантиметр квадрат. Сонда бізде жауап А жауабы. Келесі ары қарай. Енді мына 4 бұрыштың ауданы тап дейді. Олай болса, мына 4 бұрышты ортасынан 2-ге бөлсем, менде 2 тікбұрышты үшбұрыш шығады. Мынаның ауданына формула бойынша, мынаның ауданына формула бойынша тауып, екеуін бір-біріне қоса қоямыз. Сонда S тең болады 2-ден 1 көбейтілген 9 көбейтілген 7. S екіншісі S1 S2 деп қояйын. 2-ден 1 3 көбейтілген 11. Мынау бізде 2-ден 63 болады, мынау 2-ден 33 болады. Енді екеуін бір-біріне қоссам, менде түгел 4 бұрыштың ауданы шығады. 4 бұрыштың ауданы. Яғни 2-ден 63-ке қоссам 2-ден 33-ті. Сонда менде шығады 2-ден 96. 96-ны 2-ке бөлсем 48. Есептің жауабы С жауабы екен. Шалшық судың үстінен өтетін ұзындығы АБ болатын көпір салу керек дейді. АБ болатын көпір салу керек. Суреттегі берілгендерге сүйене отырып, осы АБ көпірінің ұзындығын табу керек. Енді мына жерде бізде мына бұрыш 120 градус, мына ұзындық 500-ге тең. Енді мына жерден былай қарай сызық жүргізіп аламыз.
биіктік түсіреміз, яғни сонда мынау бізде тікбұрышты үшбұрыш шығады. Мынау тікбұрышты үшбұрыш. Мынау 120-ның жартысы мына жер 60 градус болады. Мына жер бізде 30 градус. Себебі мынау бізде 90 ғой. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Сонда мынау 500-дің жартысы мынау 250 болады. Енді келесі мына жерде x деп алсаң, сол x-тің ұзындығын табу үшін Пифагор теоремасымен 500-дің квадратынан азайтамын 250-дің квадратын. Тең болады. Бізде 500-дің квадраты 250 мың болады. Минус 250-дің квадраты 62.500 болады. Так, бір-бірін азайтсам, менде 187.500 деген сан шығады. Так, тең болады. Бұл 62.500-дің 3 пен 2-нің көбейтіндісіне тең. Ал 62.500-дің түбірі 250, сонда 250 түбірасында 3-ке тең. Енді мұны бізде жартысы, бізде А-ның ұзындығын табу үшін осыны 2 еселеп жіберем. Сонда 2 көбейтілген 250 түбірасында 3 тең болады. 500 түбірасында 3-ке тең болады екен. Жауап С. Келесі ары қарай. Так, үлкен мұнараның төбесіндегі ұшынан сым тартып жерге қағылған қазықтың ұшына бекітілген дейді. Бізде үлкен мұнара дегеніміз мынау бізде қазық. Осыдан сыммен тартылған. Сымның ұзындығы 28 сантиметр. Так, мынау 28 метр. Сым мұнарамен, мынау бізде мұнара, мынау қазық. Мынау қазық. Так, сым мұнарамен 60 градус бұрыш жасайды дейді. Мына жердегі бұрыш 60 градус бұрыш жасайды. Және кіші қазық жер бетінен 1 метр қашықтықта. Мына жер, мынау кіші қазық 1 метр қашықтықта. Үлкен мұнараның жер бетінен санағанда биіктігін табынан табу керек бізге. Так, ол үшін мына жерден былай сызық жүргіземіз. Так, сызық жүргізсек, бізде мына жерде тікбұрышты үшбұрыш пайда болады. Енді мынау тікбұрышты үшбұрыш, мынау 60 градус болса, мынау 30 градус. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Сонда мына жердің ұзындығы 28 бөлінген 2 14-ке тең. Мына ұзындық мына жерден бастап мына жерге дейін аралықты 14-ке тең болса, енді түгел x-ті табу үшін, мына 14-ке мына 1-ді қосам, мына жер 1-ге тең. Сонда x-ті табу үшін 14-ке 1-ді қосам, тең болады 15 болады екен.